Әлемдегі мұнай бағасының құлдырауы жалғаса берсе, Қазақстан оның өндірісін азайтады. Бұл туралы бүгін энергетика министрінің орынбасары Әсет Мағау хабарлады. Жаһандық нарықта қара алтын баррелі $40 құраған жағдайда еліміз 77 миллион тонна мұнай өндіруді жоспарлап отыр. Бұл өткен жылғы өндірістен 3 миллион тоннаға аз. Егер баға $30 көтерілмесе, онда Қазақстан мұнай өндірісін 74 миллион тоннаға дейін төмендетпек. Әсет Мағау сондай-ақ елімізде алдағы айларда бензиндің қымбаттауына негіз жоқ екенін де хабарлады. Алайда бұл мәселе Ресей нарығындағы жағдайға байланысты. Өйткені елдегі бензиннің 30-35% солтүстік көршімізден тасымалданады. Ал алдағы егістік науқанында шаруаларды дизельден тарықтырмау мәселесі шешіліп қойған. Порядка 300 тысяч тонн дизельного топлива. Өткен жылғы көлем бойынша егістік жұмыстарына шамамен 300 мың тонна отын қажет. Біз бұл мәселені Ауыл шаруашылығы министрлігімен пысықтап, дизельдің литрін шаруаларға 85 теңге деңгейінде бекітуді жоспарлап отырмыз. Алдағы уақытта нақты баға анықталады.